Ассаламу алейкум, барлықтарыңызға сәлем. CSS туралы әңгіме қылайық бұл видеода. Бірден синтаксиске жүгіріп кетпей, әуелі кішкене теориясына тоқтайық. CSS-ке енді кірісіп жатқан болсаңыздар, өте маңызды видео деп ойлаймын. Күштеріңізді босқа жұмсап қоймас үшін. Жақсылап тыңдап алыңыздар. Кеттік. Не үшін керек? Барлықтарыңыз білетін шығарсыз деп ойлаймын, бірақ сонда да тағы да қайталап айта салайын. Алдыңғы сабақтарда айттық, HTML ол сайттың қаңқасы, құрылымы, ішінде не бар не жоқ соны білдіретін нәрсе, ал CSS ол сайттың несі, ол әдемілігі. Жаңағы HTML мен құрылған элементтер қай жерде тұрады, жоғары, төмен, үлкен, кіші, арты көк, алды көк, жазу, сары, қызыл, сондай бір әдемілікке қатысты нәрсенің барлығы CSS пен жасалады. Сол сайттың әдемілігі үшін керек. Бірінші сұрақ бітті. Енді екінші сұрақ, қаншалықты терең білу керек CSS-ті? Мысалға, алдыңғы сабақта HTML-ге қатысты мен былай деп айттым, бір 100 шақты тег бар болса, соның ең жиі қолданылатын бір 30 шақтысын біліп алсаңыз, сізге шаруаңызға жарайды, жеткілікті деп ше. Барлығын жаттап керек емес деп. Енді CSS-те де дәл солай. Егер сіз қарапайым программист болатын болсаңыз, қатардағы, мүмкін тіпті болашақта фронтендке қарай жылжитын болсаңыз, ол кезде одан сайын көп біліп керек емес. CSS ережелердің бір мыңы бар болса, мен таңғалмаймын. Олар өте көп та. Олардың барлығын біз күнде қолданамыз ба? Жоқ, мүлдем олай емес. Керісінше бір 5%-ын ба қолданатын шығармыз. Ол процентпен шаққанда ол HTML-ден де аз. Мысалға, HTML-дің алдында 30%-ын қолданамыз десек, CSS-дің бір 5-10%-ын, көп болса 10%-ын күнделікті тірлікте қолданатын шығармыз. Енді қаншалықты терең білу керек? Ол неге байланысты? Болашақта кім болатыныңызға байланысты, қандай жұмыстар жасайтыныңызға байланысты. Қарапайым қатардағы сайттар көп CSS талап етпейді. Енді бір ерекше бір компанияда жұмыс жасамасаңыз, андай креативный студио дейма, білмеймін, сондай бір өте бір ерекше, бір 100-дің бірі деген сондай бір компанияда мүмкін сізге көбірек білу керек шығар. Жер бетінде бар CSS-тің барлығын ба? Әдетте керек емес. Жақсы, терең біліп керек емес дедік. Енді қалай үйрену керек? Жалпы интернетте CSS примерлері өте көп. Соларды біртінде қолданып көре бересіздер, сөйтіп ең жиі қолданылатын синтаксистарды жаттап аласыздар, ең жиі қолданылатын трюктарды жаттап, жайлап арсеналыңызға жинай бересіз. Енді жаттап дегенде сондай бір CSS мүмкіндіктің бар екенін жаттасаңыз жеткілікті. Нақты жазылуын қайтып келіп гуглить етіп ала саласыз. CSS-ге қатысты енді өте жиі гуглить етеміз, өйткені есте жаттау ыңғайсыз, миым жаттағысы да келмейді. Самое главное, қандай мүмкіндіктер бар екенін білесіз, ең бастысы сол. Сол мүмкіндікті дұрыс ключевой сөздермен гуглить етіп тауып аласыз, болды. Жақсы. Кеттік әрі қарай. Не үшін керек? Сайттың әдемілігі үшін, қаншалық терең білу керек? Кім боларыңызға байланысты? Әдетте көп керек емес. Қалай үйрену керек? Кайфпен де қойыппын. Былай аспай, ол сізге дейін мыңдаған адам оп-оңай алып кеткен нәрсе. Құдай қаласа, аманшылық болса, сіздер де оп-оңай алып кетесіздер. Жайлап шетінен кірісіп отырып, керек трюктарды жаттай берсеңіздер, болды. Сол андай флексті жаттап аласыз, сол бэкграунд, сол бір фонт сайз, текстпен жұмыс жасайтын CSS правилалар, merging, padding, солардың айырмашылығы, не бар тағы? Пикселмен әрі-бері размерлері беру, жылжыту, сол. Так что барлықтарыңыздың қолыңыздан келеді деп ойлаймын. Енді әңгімемізді бекітіп, бір кішігірім иллюстрация көрсетейін. Мен есімде қалған CSS-пен ракета жасауға болатыны, бірақ мен есімде жоқ қалай жасайтыны. Әйтеуір бар екенін білем, сонда мүмкіндік. Сөйттім де гуглить ете салдым. Google-ға жаздым. Не деп жаздым? CSS Rocket деп жаздым. CSS Rocket деп жаздым да, ең бірінші тұрған сілтемені аша салдым. Осы сілтемені ашсам,
мынандай әдемі сайт тұр, Codep.io'да дайын тұр екен ракетаны қалай жасайтыны. Өзі тегтері көп болса мынау ақ рахат, осынша ғана тегі бар. Уже ракета осыдан CSS арқылы ракета жасап шыққан. Мына жерде қарап тұрсаңыздар көп нәрсе қайталанады. Min, height, background, position, top, width, left, animation, background color, сосын радиустар қайталана береді. Осылардың комбинациясынан бір ерінбейтін молодец жігіттер ракета құрастырып қойыпты. Так, мынаны кеңірек қылып ашайын. Так, кеңірек қылып ашсақ, мынау ракета тұр, бүйтіп қозғалып тұр, ұшып баратқан сияқты. Астынан оты шығып жатыр, ізі қалып жатыр бұлт. Так, енді мен істедім, мынаны өзіме көшіріп алдым, мына жаққа көшіріп алдым, бөлек бетке. Ештеңесін жаттаған жоқпын. Жалпы CSS-ті жаттау қиын, оның пайда бар ма жоқ па жаттағаннан. Әйтеуір жаңа айттым ғой, осындай мүмкіндік бар екенін білсеңіз, Google етіп қоя саласыз кеп. Так, сосын қасында тағы да Google етіп, мынандай бір градиент рамка қойып, HTML, CSS, JS деп жазып қойдым. Айтпақшы, дәл осы қазір ешқандай JavaScript ойнап тұрған жоқ. Барлық нәрсе мына сайттың бетіндегі HTML, CSS пен жасалған болды. Так, осылай Google етесіз, border gradient деп мынаны тауып аласыз. Сосын оңға жылыстау керек болса, text float right деп, text on bottom деп, в общем, Google-мен дос боласыз ғой, CSS-ті үйрену үшін. Так. Енді келесі видеода жайлап практикаға көшетін шығармыз. Жақсы.